Саламатсыздар ма балалар? Менің сабағыма қош келдіңіздер. Алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қоңыраушаны бассаңыздар, күнделікті сабақ сіздерге көрініп отырады. Ал сабақ ұнаса лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаймыз. Бүгінгі сабақ 4-ші сынып, қазақ тілі 16-шы сабақ. Киім кию мәдениеті. Яғни, алдымен киім кию бұл адамның сыртқы дүниесіне ғана емес, ішкі дүниесіне де байланысты екен. Адамның киген киімі оның ішкі дүниесінен хабар беріп тұратыны анық. Бірінші, мәтінді оқып, әдемі киінуді қалай үйренуге болатыны туралы пікірлесіңдер. Ең алдымен бұл соңғы сәндегі киім деген сөзді ұмытуымыз керек. Сұлулық дегеніміз ол өзіңе жарасымды, ыңғайлы киіну екен. Ең бастысы, киім денеге қонымды, жақсы тұру керек. Құрбылармен қыдырған кезде, туған туысқандарымыздың үйіне барғанда киімнің тар болмағаны жөн. Өйткені бұл емін-еркін жүруге, қозғалуға әрекет бермейді. Және киімнің гүлді бояуы болса, нәзік көрінеді. Шынжыр-баулы сөмкені көйлекпен де, кажуал стиліндегі киіммен де ұстауға болады. Джинси шалбар да күнделікті кигенге өте ыңғайлы. Ал қызыл түсті сәнді көйлекті күнделікті тұрмыста немесе жұмысқа барғанда кию мүмкін емес. Бірақ концертте өлең айтуға, той-томалаққа киіп баруға әбден мүмкін. Гүлді киім киген кезде сөмкенің бір түсті болғаны жөн. Бір түсті кеудеше мен белдемшені сабаққа, ресми мекемелерге киіп баруға болады. Сонымен қатар жыл мезгіліне, ауа райына сәйкес әртүрлі жеңіл бас киім киіп, мойынорағыш тағуға болады екен. Балалар, яғни әдемі киіну дегеніміз ол бұл соңғы сәндегі киім деген сөзді ұмытуымыз қажет екен. Яғни бұл әдемі киіну болып саналады. Ал сұлулық дегеніміз, яғни ең адам киім киген кезде жарасымды, ыңғайлы болса, ол нағыз сол сұлу киім екен. Ең бастысы денеге ыңғайлы, қонымды тұрған жөн. Құрбыларыңа, туған туысқандарыңа барған кезде киімің гүлді болса, нәзік көрінеді екен. Ояққа барғанда тар болмағаны дұрыс дейді. Екінші, Бердібек Соқпақбаевтың балалық шаққа саяхат романынан алынған үзіндіні тыңдап, киім киюде ұстанатын негізгі қағидаларды анықтаңдар. Бірінші, сендер қалай киінуді жөн көресіңдер? Стильді киіну талғамы биік дегенді қалай түсінесіңдер? Маусымға лайық киінбеуден қандай қолайсыздық туындауы мүмкін? Құрбыларыңа киім киюге байланысты қандай кеңес берер едіңдер? Осы сұрақтарға жауап беріп кетейік. Бірінші сұрақтың жауабы, яғни қалай киінуді жөн көресіңдер? Ыңғайлы және жеңіл. Екінші, өзіңе жарасымды, жоғары талғамда киіну, бұл стильді киіну, талғамы биік деген сөзді білдіреді. Үшінші, ауа райының қолайсыздықтары туындауы мүмкін. Яғни дене су болу, суықтау, бұл маусымға лайық киінбеуден қолайсыздық туындауы мүмкін деген қандай деген сұраққа жауаптың жауабы. Төртінші, құрбыларыңа киім киюге байланысты қандай кеңес бередің? Яғни қарапайым, ыңғайлы, жеңіл киінуге кеңес бередім. Үшінші, кестелердегі дұрыс жауаптарды белгілеп, 5-ші бағанды өздерің толтырыңдар. Яғни, кестелерде бірінші, жыл мезгіліне байланысты киім түрлері, олар қысқы және жазғы. Қысқы киім қандай болуға тиіс? Ол қолайлы, жылы. Жазғы киім қандай матадан тігіледі? Жеңіл матадан. Сырт киімді неге байланысты кию керек? Даладағы ауа райына байланысты кию керек. Саған қандай киім ұнайды? Маған жарасымды, ыңғайлы киім ұнайды. Екінші, киім кигенде нені ескеру керек? Киім кигенде жас ерекшелігін ескеру керек. Күнделікті киімді қайда киеді? Күнделікті киімді үйге киеді. Сәнді киімді қандай матадан тігеді? Қалың матадан, қымбат әдемі матадан, жұқа матадан, яғни қымбат әдемі матадан тігеді. Ресми орындарға қандай киіммен барған жөн? Костюммен барған жөн. Өзің қалай киінесің? Мен ыңғайлы, денеге қонымды киінемін. Төртінші, бағандардағы сөздерді өзара байланыстырып, сөйлем құрастырыңдар. Сөз аралығындағы ықпал түрлерін анықтаңдар. Бірінші, киімді дұрыс кие білу өнер, адам көркі шүберек деген халқымыз.
Үшінші, әншілер сахнаға лайық көйлекпен шығады. Дизайнерлер адамды әдемі киінуге үйретеді. Бесінші, әрқашан өзіңе жарасымды киімді ки. Адамды киіміне қарап қарсы алады. Қарапайым киінген адам әдемі көрінеді. Мінекей осындай сөйлемдер шығады екен. Бесінші, қалай киінген дұрыс деген тақырыпта бірінші топ әрдайым сәннен қалмауға тырысу керек деген ұстаным бойынша, екінші топ сән маңызды емес, бастысы киім қонымды болу керек деген ұстаным бойынша ой талқы ұйымдастырыңдар. Енді қалай киінген дұрыс деген мәтін жазайық. Адам өзінің жасына лайықты киінген дұрыс. Киімдер және жас ерекшеліктеріне қарай өз мөлшерімен тігіледі. Сондықтан да киімнің де өз заңдылықтары бар. Киіну де өнер. Жазды күндері сапалы матадан тігілген киімдерді киген дұрыс. Егер матаның құрамында синтетика болатын болса, ол денені тұншықтырып ауыр дем береді. Ал әрдайым сәннен қалмауға тырысу керек. Мен сәннен қалмай киіну керек деп ойлаймын. Себебі сәнді киімдер жыл сайын өзгеріп отырады. Жаңа киім адамның көңіл күйін көтереді. Мен өзім сәнді киімдерді кигенді жақсы көремін. Сәннен қалмай киіну де өнер. Сәннен қалмай киінген адамдар талғамы жоғары деп ойлаймын. Мен сәннен қалмай киінген достарымды жақсы көремін. Балалар, келесі тапсырма үй тапсырмасы. Адам көркі шүберек деген тақырыпта жарнама жазыңдар. Құрастырған жарнамаларынан ілгерінді, кейінді және тоғыспалық бал түрлерін көрсетіңдер. Бұнда адам көркі шүберек. Адам көркі шүберек демекші біздің мәдениет үйінде ұлттық киімдер бар. Киімдер де жас жігіттерге де қыздарға да арналған. Көздің жауын алатын киімдерді тойға да кие аласыздар. Асығыңыздар. Бұнда тоғыспалы ықпал жас жігіттерге, яғни бұл тоғыспалы ықпал. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Менің сабағым аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше каналыма тіркеліп қоңыраушаны басыңыздар.